Сәлеметсіздер ме? Мен 9-шы сынып оқушысы Ермек Шырайым. Және де осы ата-анамның жұмысындағы бір күн видеосында мен сіздерге анамның жұмыс орнын және де жұмыс барысын көрсететін боламын. Бұл менің анамның жұмыс орны, менің анам бухгалтер, есепші болып жұмыс істейді. Бұл менің анам, аты жөні Салтанат Альбекқызы. Сіз жалпы неліктен осы мамандықты таңдадыңыз? Мен осы мамандықты таңдаған себебім, бала кезінен математиканы мен өте жақсы көрдім, есеп, хисап дегендерді. Сондықтан экономист мамандығын таңдадым. Осы Өскемен қаласындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің экономика факультетін бітірдім. Еңбек стажым 30 жыл, оның ішінде банковский жұмыс бар, сауда-саттық жұмыста көп еңбек еттім. Қазір сол жағалаулық клиникада бухгалтер есепші жұмысын, қызметін істеймін. Менің негізгі жұмысым банк және касса тармағындағы жұмыс. Маған өз жұмысым өте ұнайды. Сіз осы мамандықты кімдерге және неліктен ұсынасыз? Бұл мамандықты мен бітіретін түлектерге ұсынамын. Неге десеңіздер, біздің қаламызда көптеген оқу білім орындары бар, жоғары колледждер бар. Мұнда экономист, бухгалтер деген мамандықтарды көп дайындайды. Өзінің қаласында және бұл жұмыс өте қызықты жұмыс. Математиканы, есепті сүйетін балаларға мен осындай мамандықты ұсына аламын.